Саламатсыздар ма балалар? Бүгін 21 қыркүйек. Дәптерімізді ашып, күннің ретін әдемілеп жазып қоямыз. Бүгін балалар бірінші бөлімді аяқтап, екінші бөлімге көштік. Екінші бөліміміздің тақырыбы киіну, сән, талғам деп аталады. Бұл бөлімде біз қазақ әліпбиі, орфография және орфоэпия, дыбыстардың жазылу ерекшеліктері, буын және оның түрлері және тасымал жайында өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық киім, қазақ әліпбиі. Дәптерімізге жазып аламыз. Дәптерімізге жазып болсақ, бірінші осы оқылым тапсырмасы. Бірінші тапсырма, мәтінді түсініп оқып алыңдар. Содан кейін барып, бірінші А тапсырмасын жазбаша орындаймыз. Дұрыс жауапты белгілейміз. Бізге 4 сөйлем берілген. Сол сөйлемдердің мәтін бойынша дұрыс не бұрыс екендігін белгілеп бересіңдер. Және маған жекеге міндетті түрде жібереміз, жарай ма? Енді грамматикалық тақырыпқа көшейік балалар. Қазақ әліпбиі. Әліпби жазуда қолданылатын әріптердің тәртіппен орналасқан жиынтығы. Әліпби сөзі арабтың алиф пен би әріптерінің бірігуінен жасалған. Әліпби жазуда қолданылатын әріптердің белгіленген тәртіп бойынша орналасқан жиынтығы. Әріптердің рет тәртібінде білдіреді. Яғни әліпбиде барлық әріптердің өзінің жеке тәртіптік орны болады. Кез келген орынға әліпбиде әріптер тұра алмайды. Оны біз білеміз, е? А-дан басталады, я әрпінен аяқталатынын біз білеміз. Және әрқайсының өзіндік реттік саны бар әр әріптің. Бас әріп жайында айтатын болсақ, қазақ жазуында бас әріппен жазу латын әліпбиіне көшкеннен кейін пайда болды. Яғни латын әліпбиіне дейін біз араб әліпбиімен жазған болатынбыз, төте жазумен. Ол кезде бас әріп болмаған. Латын әліпбиінде одан кейінгі қазіргі біз өтіп жатқан кириллица, кириллицада да бас әріп бар. Кісі есімдері, жер су атаулары, газет журнал мен кітап аттары бас әріппен жазылатынын біз бұрыннан білеміз. Әліпбидің маңыздылығы неде? Сөздіктегі энциклопедиядағы сөздер, кітапхана картотекаларындағы авторлар, түрлі анықтамалардағы тұрғындардың аты жөні, елді мекен атаулары және тағы басқалары әліпбидің ретімен беріледі. Әліпбиді жақсы білген адам өзіне қажетті ақпаратты тез әрі оңай тауып алады. Яғни біз кез келген түсіндірме сөздік, орфографиялық сөздік, аударма сөздіктер болса да, энциклопедия қарасақ та, кітапханаға барсақ та, осы әліпби арқылы тез тауып ала аламыз. Қазақ әліпбиі мынау балалар, оқулықтарыңдағыны алып қойып тұрмын. Жазылуы, айтылуымен беріліп тұр. Осы 42 қазақ әліпбиіндегі 42 әріпті ретімен жаттап аламыз. Жазылым тапсырмасы. Екінші тапсырма. Әліпбидегі әріптер қатарын толықтырыңдар. Бізге бірнеше әріптер берген, көп нүктенің орнына қалып қойған әріптерді жазып шығамыз. Тағда қосымша тапсырма балалар. Қазақ әліпбиін жадқа айтып маған аудио жібересіңдер. Және де кітапқа еш жерге қарамаймыз балалар. Өзіміздің есімізде қалған білгенімен маған жібересіңдер, жарайды ма? Мені, өздеріңді алдамай шын жаттағандарыңмен жіберіңдер. Мен сендерге сенемін. Және өткен жұма күнгі берілген тапсырмаларды Аружан, Медетбаева Дилназ, Әбдінағи Нұрдәулет, Айсана, Нұрдана, Бейбарыс, Беймұратова Дилназ және Шадияр ғана орындады. Қалған оқушылар орындамаған. Мына орындаған оқушыларға көп алғысымды білдіремін. Ал басқа балалар орындап маған жіберетін болыңдар, жарайды ма? Білімлендпен мен берген тапсырмаларды қатар алып жүріңдер. Себебі білімленд ол пайыздарының жоғары болуына қажетті,
және де қосымша мәлімет алып отырасыңдар. Ал мен берген тапсырмада оқулықпен жұмыс жасаймыз балалар. Және де мен қазір осы видеоны YouTube каналыма саламын, сендерге тек сілтемесін жіберемін. Соған кіріп қараған балалар міндетті түрде астына комментарийге жазып кетесіңдер ат жөндеріңді. Түсіндік па? Сол арқылы кімнің көргенін мен білемін. Түсіндік па? Түсінсек, бүгінгі сабаққа сұрақтарың болса, менен сұраңдар, тапсырмаларға байланысты сұрақтарың болса. Ендеше сау болыңдар.